Театр сан ғасырлық тарихы бар өнердің ерекше түрі. Адам баласы ежелден өмірдегі маңызды оқиғаларды сахна арқылы бейнелеген. Театрда әртүрлі кейіпкерлердің тағдыры арқылы біз шынайы өмірдің қыр-сырын түсінеміз. Әр қойылым адам жанының терең қатпарларына бойлатады. Әр актердің ойыны ерекше шеберлік пен еңбектің көрінісі. Театр тәрбие құралы. Көрермен сахнадағы кейіпкерлердің әр іс-әрекетін бақылап отырып, дұрыс пен бұрысты ажырата бастайды. Театр адам бойында мейірімділік, әділдік, сабырлылық сияқты құндылықтарды қалыптастырады. Ол бізді терең ойлауға, сезінуге, әр нәрсенің маңызын ұғынуға жетелейді. Қазақ театр өнерінің де өзіндік тарихы мен дәстүрі бар. Қазақ ұлттық театрлары халықтың бай мұрасын сақтап, оны жаңа буынға жеткізіп келеді. Театр сахнасында халқымыздың батырлық эпостары, тарихи тұлғаларының бейнесі ерекше ықыласпен бейнеленеді. Бұл жас ұрпақты өз елінің тарихы мен мәдениетін құрметтеуге тәрбиелейді. Театр тек сахнадағы ойын ғана емес, ол көрермен мен актер арасындағы тірі байланыс. Әр қойылым сайын жаңа сезімдер мен ойлар туады. Сондықтан театр әр уақытта өз құндылығын жоғалтпайды. Театрға барған адам әрдайым рухани байып, жаңа шабытпен оралады.